еркек деген аттан садаға кеткір. Мынау мал ғой, бірақ мал да бұлай жасамайды ау. Маған десе мен мұнда еркектерді қаңғыған иттей қырдың басына апарып атып тастайтын едім. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Шымкентте болған мына оқиға адам шошытады. Ақпаратқа сүйенсек, ер адам 5 жыл бұрын ажырасқан бұрынғы әйеліне басқа нөмірден жазып, өзін клиент ретінде таныстырған. Кешкі уақытта қабылдауды сұрапты. Әйелі оны кәдімгі клиент деп күткен, бірақ есіктен клиент емес, қолына кислота ұстаған бұрынғы күйеуі кірген деген ақпарат бар. Сөйтіп әйелдің үстіне қышқыл шашылған. Қазір оның басы, беті, мойны, кеудесі, арқасы, қолы мен иығы қатты күйіп ауруханада жатыр. Мені таңғалдырғаны, іс қылмыстық кодекстің 107 бабы бойынша тергеліп жатыр деген ақпарат бар. Бұл баптың санкциясы 3 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. 3 жылға дейін. Қалай бұл? Адам қышқылды кездесу